Ол өлмеген, ол сені қарап тұр. Кристал Лейкке барғандар қайтып келмейді. Түнде есік сықырласа, кеш болады. Осы видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Сәлем, қорқынышты оқиғаларды сүйетін көрермен, арнаға тіркеліп, қазақша контентті қолдап кет. Достар, маған 1000 подписчик жинауға көмектесіңіздер. Алда сіздерді өте қызықты, қорқынышты және сапалы видеолар күтіп тұр. Қолдау көрсетіп, каналға тіркеліп кетіңіздер. Көп жыл бұрын бір тыныш лагер болған, Кристал Лейк. Балалар күліп, ойнап жүргенімен бір бала бәріне бөлек еді. Оның аты Джейсон. Ол өзгеше болды. Бетінде туа біткен ақау бар еді. Балалар оны мазақтайтын. Ешкім дос болмады. Анасы ғана оны жақсы көреді. Бір күні тәрбиешілер көңіл көтеріп жүргенде, балалар Джейсонды суға итеріп жібереді. Ол жүзе алмайды. Сол күні лагер тыныш қалды. Ал көл астында бір сырға алды. Джейсонның анасы баласының өлімін кешіре алмады. Ол лагерге қайта келіп, кінәлі адамдарды іздей бастады. Бірінен кейін бірі адамдар жоғала бастады. Түнде айқай естіліп, таңертең ешкім табылмайтын. Анасы бір ғана сөз айтатын: сендер менің баламды өлтірдіңдер. Бірақ бір күні оны тоқтатты. Барлығы аяқталғандай көрінді. Бірақ жоқ. Жылдар өтті, лагер қайта ашылды. Жасөспірімдер келді, күліп, музыка қойып, бәрін ұмытты. Бірақ көлдің жанында біреу қарап тұрды. Джейсон тірі еді. Ол өлімнен қайтқан. Енді ол үнсіз, бірақ тоқтамайтын кек. Бір топ дос демалуға келеді. Алғашында бәрі қызық болды. Бірақ түнде есік сықырлады. Біреу жоқ болып кетті. Бұл әзіл ме деді біреу. Бірақ бұл әзіл емес еді. Орманда біреу жүреді. Қалғандары қашты. Орман қараңғы, тұман қалың еді. Артынан ауыр қадам естілді. Жүгірсе де, ол әрқашан жақын еді. Біреу артына қарады. Сол сәтте бәрі кеш болды. Бір қыз ғана қалды. Ол қорқса да тоқтамады. Бұл жерден кетуім керек. Ол көлге қарай жүгірді. Джейсон артынан келді. Соңғы шайқас басталды. Таң атты. Барлығы тыныш. Қыз аман қалды деп ойлады. Бірақ су бетінде бір нәрсе қалқып жүрді. Джейсонның маскасы. Ал тереңде біреу қозғалды. Бұл әлі бітпеген еді. Егер видео ұнаса, арнаға тіркеліп лайк басып, өз пікіріңді қалдырып кет. Әрине, мен оқимын. Қазақша контенттің дамуына қолдауларың қажет. Балалар, мен сендерді Кристал Лейк лагерінде күтемін.